Саламатсыз ба? Мен есімім Мария болады. Тараз қаласының тұрғынымын. Осы қызмет атқарып отырған жерім Тараз Жамбыл облысы ветеринарлық станцияның бас есепшісі боламын. Отбасым жайлы, енді отбасымда 2 балам бар, жолдасым бар. Тараз қаласында тұрамыз. Балам әлі жас, 19 жаста. Астанада оқиды ол, студент. Екінші ұлым колледжде оқиды, 2-ші курс студенті. Енді жұмысым жайлы айтсам, бізде енді есепші болғаннан кейін азанда келеміз, кешке дейін осы жерде қадалып отырамыз бір жерде. Жұмыс атқарып атқаныма уже қанша жыл болды? 15 жылдан 16 жыл болды. Осы отырғаннан кейін ба, әйтеуір контордамыз ғой постоянно. Жүрмейміз, демалыс күндері енді үйдің тірлігі, білесіз ғой өзіңіз, бала шаға, былайынша күндері осындай жұмыстамыз. Қай жылдан бастап десем болады. Көп жыл болды, 10 жылдай болды осы қалқанша без мазалап жүргеніне в основном. Соң кейін асқазан, бауыр, бүйрек деген сияқты. Жайлап шыға бастады, сыр білдіре бастады. Сөйтіп ұзақ ауырып жүрдім де, неше түрлі дәрі-дәрмектер пайдаландым. Болмады, көмектеспеді ешқайсысы. Енді осы Ламифарен компаниясының продукциясын мен асыларына телевидение рекламадан көрдім, жарнамадан. Сөйтіп өзім ойлап, былайынша енді зиянсыз екенін біліп, табиғи өнім екенін біліп, осыны қолдансам ба деген сеніммен пайдаландым десе де болады. Сөйтіп осы 5-6 жыл болды пайдаланып жүргеніме. Көптеген өзімнің ауруларыма ем болды. Ауру бар екен 10 жыл болды. 10 жыл бұрын бірінші рет уже сырба басталды. Қазір 45-тен ба, сонда 35 жасымда ғой, примерно. Қалай басталды десе, қалай айтса болады. Айтып тұрмын ғой жаңағыдай, азанда тұра алмай, шаршап. Соң кейін асқазанымда көп ауыратын. Көп емделдім, неше түрлі дәрі-дәрмектер іштім. Бауыр, өт, жүрегің айниды. Соң кейін жаңағыдай майлы жесең уже асқазанның ауырлық сезінім. Сондай аурулар көп болды. Бүйрек. Осыны ішкелі бері, пайдаланғалы бері ісіктер кетті. Жаңағыдай бауыр, бүйрек жақсы жұмыс істей бастады. Ұйқым қанық, шаш түсу проблемасы, бет, бәрі жайлап орнына келді десе де болады. Жергілікті жердегі дәрігерлерге барып, солардың берген дәрілерін іштім ғой. Табысында болады. Потом қайтадан баяғы қас қалпымызға қайтып келеміз. Ол дәріні іштім мен, қалқанша безге де қарсы дәрі іштім. Бірақ мен асқазаным көтермеді оны. Уже одно лечит, другое калечит дейді ғой. Сондай проблема басталды да, асқазаным ауыра бастады. Өзім сеніп, осының шипасы болады деп. Бірақ енді сондай бір ем болады деп ойлаған жоқпын. Бірақ асқазаны бәрі жаңағыдай өзім біліне бастағаннан кейін уже ары қарай сене бастадым. Бір 10 шақты күнде уже біліне бастайды өзгерістер. Мысалы, жас ұлғайған сайын адамдарда жаңағыдай проблемалар басталады ғой. Үлкен, мысалы, неге бару деген сияқты, дәретке бару, үлкен кісілерде көп сондай проблемалар болады. Сол жақсарады, бүйрек жұмысы жақсарады. Айтып тұрмын ғой жаңағыдай, асқазан жақсы жұмыс істей бастайды. Сондай өзгерістер болады. Енді мен басқа адамдарды естеймін, Ламифарен компаниясының сондай өнімін ішетін көптеген жолдастарым, бірақ енді өзім балаларыма алып берем. Соң кейін коллегаларым десе де болады, бірге жұмыс істейтін. Соларға рекомендация бердім, олар да ішіп жүр, пайдаланып жүр. Өзімнің туысқандарыма сөйтіп алып беріп жүрмін арасында. Олар да пайдаланады. Енді мен мысалға өзімнің айтып тұрмын ғой, қалқанша безге көмектеседі. Жаңағыдай шаршап, шалдығып, уже сөйтіп басталады өзі ауру.
Соның бәрі кетті ғой. Одан кейін асқазан бауыр жақсы жұмыс істей бастады. Бұрын мен мұздай, салқын, майлы деген сияқты тағамдарды көп жей алмайтын. Мұздай су ішсем, прям приступ беретін. Соның бәрі осы ламифаренің арқасында шипасы болып, Аллаға шүкір, пайдаланып жатырмыз. Қазір енді бұрынғыдай емес, жиі емес, жылына 2 мезгіл ішсем, маған жеткілікті. Ламифарен компаниясына үлкен рахмет. Осы ламифарен компаниясының өнімі өте пайдалы, шипасы болды. 5-6 жыл бұрын осы өнімді тапқаныма ризамын.